Ал мына 420 усиленный жаңа моделіміз РВМ. Қосып көрейік. Қазір плавный пуск арқылы қосылды. 9 секунд малый оборотпен, кіші оборотпен сейді, одан кейін полный оборот алады, 900 оборот 1 минутта. Дауысын естіп жатсыз ба? Сеп тұр ма? Мына жерде баған тиын қойып, темекі қойып, олай істемей қойып, просто мынаны қойып вибрация әкелек. Просто вибрацияны көрейік. Міне. Міне. Қасында тұрасыз ба, қаншалықты үлкен екенін байқалсын. Просто мына орта жағына бір жерде тұрасаңыз. Иә. Жаңа моделіміз, анау арғысы ескі моделіміз, осының алдында орысша видео түсірген моделіміз. Ол Павлодар қаласына сатылып кетті. Барабаны бәрі бір, просто мынада 4 подушка, мына жаңасында 6 подушка. Мына тоқтады. Так, мына жерде мына плавный пуск. Частотный преобразователь бұны шатастыруға болмайды. Бұл екі бөлек нәрсе. Так, таймер бар мына жерде. Уақыт. Так, одан кейін мына старт, стоп, мынау реверс. Иә. Кілттенеді, бұл енді обязательно емес. Фазалардың кеп тұрғанын көруге болады. Болды ма, тоқтады ма? Тоқтаса енді реверс қосып, артқа айналдырып көрейік. Басам. Міне. Реверс қосылды. Енді крышкасын ашайық. Біраз жібересіз ба? Ішін көрейік. Ержан, тоқтады ма? Ременді көресіз? Қара? Аха, енді ашайық. Міне. Іші нержавейка барабан, 40 сантиметр. 420-ға Қазақстанға 40 сантиметр жеткілікті. 38 аздау болады. Енді 2 сантиметр разница жоқ дейтіндерге айтатыным, 1 сантиметрдің өзі 2 метр ұзындығы клемді алады. Ал 2 сантиметріміз уже 4 метр ұзындық клем сияды. Мысалы 6 метр емес, 8 метр деп есептеуге болады. Мына жерде конуснообразный, ішке кірген сайын, барабанын ішке жоғары қарай көтеріп, толығымен жабады. Былай көрсетуге болады, конуснообразный дейтін аны. Подшипниктің қалыңдығы, үлкендігі. Ішінде бұның 2 подшипник бар. Ал енді артында бұл плавающий подшипник. Әркім әртүрлі айтады, плавающий дұрыс дейді, біреу дұрыс емес дейді. Мынандай плавающий. Оның бағана пайдасы неде? Мынау центрифуганың барабаны астыға қарай, есік ашылған кезде астыға қарай түседі. Сол кезде нагрузка бағана валға болмайды. Кім не айтса айта берсін, бірақ Турцияда Миссион Макина деген завод бар. Біз соның да дистрибьюторымыз, және РВМ'ді. $15,000 центрифугаға тоже осындай плавающий подшипник қойған. Енді олар Турцияның ең бірінші оборудование шығатын заводтарынан біреу деп айтуға болады, Миссион Макина. Солардың өзі мынандай плавающий подшипник қойған. Енді артына ступица қойған дұрыс емес деп айтпаймыз. Оның да өзінің бір плюстары бар. Плавающий подшипниктің де өзінің бір плюстары бар.